Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Эдер. Бүгін Free Fire Battlegrounds ойнаған видеоны жалғастырамыз. Үшін бүгінгі видеоның тақырыбынан көргендеріңіздей бізде бүгінгі яғни мега халявалар енді білетін боларсыздар. Жаңа обнова келе жатыр. Сол обновада нелер шығады және де қандай наборлар, там скиндар, анау мынау талқан-талау деген сияқты әңгімелер бар. Сондай заттардың бәрін көрсететін боламын достар. Ол үшін жай видео басылмай лайк басып арнаға тіркеліп және де қасынша қоңырауын басып кетейік. Және де алдыңғы видеода конкурста осы бала ұтып алған болатын. Құттықтаймын. Яғни осы видеода достар 300 алмас ойнатамын. Ол үшін жай ғана менің арнама тіркеліп қасынша қоңыраушаны басып осы видеоға лайк басып комментарийға мен қатысамын деп комментарий жазып кетеміз. Үшін сол. Ендеше келесі видеода анықтаймыз. Ендеше давайте бәріңіз сәттілік. Так, бізде ең бірінші осындай бір халева, яғни осындай бірдеңелерді алып алмаз неге талтай аласыздар. Екінші бізде осындай бір джекпот, яғни алмаздың джекпот. В общем, осындай бір джекпот, алмаздың джекпоты. Ал бізде келесі осындай бір почти болды джекпотка, міне набор несін көрсететін болады. Міне осындай ол барлығы 30 кристалдан, ол біздің регионда басқаша кристалл болуы мүмкін, енді көретін боламыз. Ал бізде келесі міне осындай не шығатын болады, яғни автомат осындай режимге шығатын болады. Осылай ұстап тұрып почти АВМ, бірақ АВМге қарағанда тезірек ататын болады енді достар. Ускоренность көп. В общем, осындай жаңа курточкалар шығатын болады. Тез айтып өтіп кетейін енді. Осындай курточкалар және де осындай заттар, там мынандай себетін қысқаш бірдеңелер, енді білмеймін, енді рас сияқты. Және осындай скейтбордтар шығатын болады. Міне аттар бәрі астында жазылып тұр. Және де осындай самолеттің түсі өзгеретін болады. Және де осындай авиапосылкаларда осындай түс болатын болады. Және де тағы бір түсі бар. Міне осындай, в общем, жағажайда анау кактус пісетін, кактус тал, в общем, сондай бірдеңе. Және де осындай жазатын, сообщение жазатын, хабарлама жазатын, в общем, өзгереді. Және де мына тренировка режимінде осындай бір қонақ үй сияқты бірдеңе салынатын болады. Салынып жатыр, құрылыс жұмыстары болып жатыр деген бе. В общем, осындай машиналар айдауға болады, яғни тренировкаға кірген кезде осындай жерлерден секіріп өтуге болады, машиналар айдап, там сондай тірліктер. В общем, осындай бір зат шығатын болады, яғни осы жерде машина жарысуға болады досыңмен бірге. В общем, сол. Және де міне картасы, міне ненің тренировканың картасы осы. Так, келесі бізде осы жаңағы жарысатын жер, осы жерден бастайсың, ар жақта айналып келесің. В общем, сол. Енді кім қатты жүргізетінін білесің. В общем, мына тренировкаға кірген кезде дайындалатын жер, міне тренировкасы. В общем, осы жерде ана орындық, ана жерден мылтық аласың, там ана жерге отырасың деген сияқты әңгімелер. Және де жаңа персонаж Волчара. Және де Эврика деген жаңа персонаж. Және де осындай бір халева, осындай бір маска, почти бір андай не сияқты, бір әдемі, бір үйлеу тонайтындар сияқты. Мынады лобби, мынау, яғни ана ойындарға кірген кезде осындай фото шығып тұратын болады. Ал мынау енді режимге кіретін кездегі лобби, ал мынау неге кіретін кездегі, Free Fire'ға кіретін кездегі лобби. Мынау сол Free Fire'дан кіріп бартқандағы лобби, там бәрін көрсетіп отқан ба. Сосын мына жаңа питомец құс. Және де осындай режимдер, міне полная зарядка, бермуды 2.0 жаңа режимдер, жаңа рюкзактар достар. Ё-моё, не деген рюкзактар, сындық қойнаған. Және де осындай бір сат, ошым түсінбедім, мен де түсінбедім, сендер де түсінбедіңдер де ойдан мен көреміз. Және де жаңа скиндер, ана маған сковородка ұнап тұрды, арбыздың несіндегі өте керемет болатын сияқты. Енді нені күтіп отырғандар болса, смело лайк басып кетейік. Обнованы күтіп отырғандар болса, міне жаңа скиндер, міне сразу 4 скин шығып тұр ана құсқа. Үшін жаңа наборлар, там сондай заттар. Үшін міне лобби, кірген кездегі лобби, міне осылай жағажайда отырған. Және де жаңа көтана ема, жап-жасыл розби, өте керемет көтана. Және де өте керемет наборлар. Бұл набор үшін лайк басатын шығарсыңдар. Және де алок персонажын кез келген навикке қосып қойға болатын болады, яғни қызға да балаға да. Жаңа киім, яғни және де ең басты сендерге ұнайтын зат, және де ол эмоция көбірек сиятын болады. Яғни бұрынғыдай азғантай емес, көп эмоция. Және де осылай отырып алуға болады, отырып шай ішесің, анау деген сияқты. Қоқ кетпейік. Келесі бізде мына тренировка режиміне осындай мылтықтар шығатын болады. Міне новый деп жазылып тұр барлығы. Енді ана сырты білмеймін. Ал мынау АВМге, яғни жаңа мылтыққа осындай заттар салынатын болады.
Ал мынау тренировкада осындай не болот, в общем, мындай счет ушатын, в общем, мына бетинде де осындай бар. Және де байкап тургандарымдай канча адам бар экен, канча адам өлтүргенин көрсөтөтүм болот. Эndi достор, осуменен видео аякталды. Видеону сызмел лайк басып арына катар келип калсын, коңгуроо нажамасам, және де конкурска катышсам, баардыктарыңызга сәттүүлүк, ендеше тез айтып өткөнүмдүк, давайте.